Баршаңызға сәлем. Бүгін баклажаннан дәмді қыстық салат дайындайтын боламын. Ол үшін бізге болгар бұрышы, баклажан және қызанақ қажет болады. Сонымен қатар бір бас сарымсақ және бір ащы қызыл бұрыш қажет. Пайдаланылған көкөністердің мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап, сыртқы қабығынан ашып аламыз. Одан кейін көкөністерімізді осылай майда кубик түрінде турап алатын боламыз. Қызанақты ірілеу етіп турасаңыздар да болады. Көкөністерімізді турап болғаннан кейін салат қайнататын ыдысымызға май құямыз, 150 мл шамасында құямыз. Одан кейін майымыз қызғанша біз сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Қызған майға сарымсағымызды салып, бір қыздырып алатын боламыз. Одан кейін бұрышымызды да майдалап тураймыз. Оның ішіндегі дәндерін алып тастайтын боламыз, себебі өте қатты ащы болып кетуі мүмкін. Сарымсақты салғаннан кейін үстіне қызанағымызды салатын боламыз. Қызанағымызды араластырып, оның үстіне баклажан салатын боламыз. Баклажаннан кейін болгар бұрышын салып араластырамыз. Үстіне тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін біз осы салатымызды 20-25 минуттай қайнататын боламыз. Біздің салатымыз қайнап дайын тұр. Стерилденген банкілерімізге салатымызды құйып, банкілерге жауып аламыз. Бұл салаттың құрамында баклажан болғандықтан өте тойымды болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Қыстың күні рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Нанға жағып жеуге өте керемет салат. Жасауға кеңес беремін. Іске сәт.